Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, бүгін сіздерге өте қысқа және қарапайым техникамен бөліскім келді. Сондықтан бұл өте қарапайым. Қазір біздерде растущая луна, яғни өсіп келе жатырған ай 8 декабрьға дейін жалғасады. Ал 8 декабрь күні біздерде уже ай толады, полнолуние болады. Бірақ сол 8 декабрьге дейін осы техниканы жасауға болады. Бұл техника береке мен үйге байлық шақыру техникасы, өте қарапайым, бірақ результаты жақсы. Қазір барлығын түсіндіріп өтемін достар. Бұл техника бір рет жасасаңыз 4 айға эффекті бар. Содан кейін 4 айдан кейін қайталауыңызға болады. Блокнотқа или бірдемеге жазып қойыңыздар, чтобы ұмытып қалмау үшін. Ол үшін бізге растущая луна керек. Қазір уже біздерде растущая луна, өсіп келе жатырған ай 8 декабрьге дейін жасауға болады. Ал 8 декабрь күні ол полнолуние болып кетеді. Оғын жасауға болмайды, тек 7-сінде соңғы күні 7 декабрьде жасауларыңызға да болады. Достар, сыртқа шығасыз, күн шығып тұрған кезде одновременно айда көрініп тұрады. Күндіз айды көріп жүрсіз ба? Ай көрініп тұрады ғой. Сол айға күндіз, кешке қарай болмайды бұны жасауға. Міндетті түрде күндіз жасаймыз. Қолыңызға қандай да болсын ақшаны аласыз, қандай суммада болса да любой ақшаны аласыз да сыртқа шығасыз. Ай тұнық болып көрініп тұру керек, айға қарап. Қолыңызды созып ақшаменен, осылай ақшаны ұстап аласыз да, қолыңызды бүйтіп айға қарай қолыңызды созып ақшамен айға 4 рет дұғаны оқисыз. Айшаровит руфа, аттар деген жерге үйдегі адамдардың аттарын айтасыз. Берекет, атнайым, зота, берекетім, әмин деп 4 рет оқисыз айға қарап. Болды, осыдан кейін өз шаруаларыңызбен айналыса берсеңіз болады. Бұның эффекті 4 айға созылады. 4 айдан кейін бұны қайталауларыңызға болады. Комментарийға бекітіп қоямын дұғаны, сол жерден қарап көшіріп алсаңыздар болады. Сәттілік достар.